Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен духовкада жусай мен пияз қосылған қатпарлы нанымызды пісіретін боламыз. Ең алдымен қамырын илеуден бастаймыз. Суымызды, тұзымызды және 2 ас қасық бағыз майын қосып жақсылап араластырып, алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды шетінен қоса отырып, жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Құрамын описаниеда жазып қалдырамын. Міне біз қамырымызды илеп алдық, қамырымыз дайын болды. Енді 10-15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Бір бума жусайымызды алып, ұсақтап турап аламыз. Жусайы мен пиязын қалауларыңыз бойынша көбірек алсаңыздар да болады. Және өздеріңізге ұнайтын көкшөптің басқа түрлерінде қосуға болады. Көк пиязды да қоссаңыздар болады. Осы жерде айта кететінім, пиязды алған кезде үлкен пиязды емес, пияздың көлемін кішірек етіп таңдасаңыздар, және турағанда пиязды мейлінше ұсағырақ етіп турайтын болсаңыздар, сіздердің қамырларыңыздың сыртына шығып кетпейді. Піскен кезде де күймей жақсы пісетін болады. Салмамыздың үстіне дәміне қарай тұз және кішкене ғана қара бұрыш себеміз. Жақсылап араластырып аламыз да қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды жаймас бұрын тағы да бір едеп аламыз. Тынып тұрған қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырды қалай дұрыс жаю туралы видеоны менің каналымнан таба аласыздар. Ссылкасын описаниеға қалдырып кететін боламын. Енді сары майымызды ерітіп алып, қамырымыздың үстіне жайып шығатын боламыз. Қамырымыздың үстіне дайындап алған салмамызды бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді қамырды видеода көрсетілгендей етіп, 4 саусақтың көлеміндей ендікте бәрін бірдей етіп кесіп шығамыз. Енді осы кесінділерді шетінен бастап ораймыз. Мен осы қамырдан кішкене көлемдегі 5 қаттаманан шығаратын боламын. Ары қарай видеода көрсетілгендей етіп, бәрінің үстінен қолымызбен басып шығамыз. Күшелерімізді алдымен қолымызбен, содан кейін оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қалыңдығын 1-1,5 см аралығында етіп алсаңыздар болады. Дәл осы рецептпен дайындап алған қаттамаларымызды сковородкада кішкене ғана май сеуіп, қызартып пісіріп алсақ та болады, бірақ мен қазір духовкада пісіретін боламын. Бір жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүт қосып, үстіне жағып шығамыз, және 180 градус температурада беті қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздер де дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ал сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.